Сәлеметсіздер ме? Мен Сағынған Жақсылық. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Атамекен ауылындағы Серік Төлебекұлы Елгезек атындағы негізгі орта мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Жетекшім тарих пәнінің мұғалімі Кабдулина Бақытгүл Қасқырбековна Қазақстанның жүз жаңа есімі байқауына өз өнерімізден шыққан жас полиглот Мұратов Ескендір Русланұлын ұсынғалы отырмыз. Себебі 9 тілді жетек меңгерген жас полиглот. Полиглот деп көп тілді меңгерген адамды айтамыз. Тарихи деректерге сүйенсек, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әбу Насыр Әл-Фараби 70-тен астам тілді меңгерген екен. Мұратов Ескендір Русланұлы 2004 жылы 10 қаңтарда Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданына қарасты Сарыарқа ауылында дүниеге келген. Жастайынан алғыр, зерек болып өскен. 14 жасынан бастап тілдерді меңгере бастады. Ескендір қазақ, орыс, француз, итальян, ағылшын, словак, түрік, испан және неміс тілдерін меңгеріп, еркін сөйлейді. Аудармашы, тілмаш және репетитор. 2025 жылы Қазақстан халқы тілдер күні мерекесіне қарсаңында Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Мұратұлы Қожықовтың ұйымдастыруымен өткен жас полиглот байқауында жас полиглот номинациясына ие болды. Елімізде атақты боксшысы, олимпиада чемпионы Серік Сәпиевтің және Нұрғазы Жарылғаповтың ұйымдастырылған турнирларында Ескендір арнайы шақырту алып, тікелей аудармашы қызметін атқарған. Әсіресе Кубадан келген боксшыларға испан, қазақ тілдерінде тікелей аударма жасаған. Болашақтағы жоспары тіл меңгерумен қатар математика, астрономия және физика салаларын теңірек зерттемек. Жобамды қорытындылай келе, Ескендір Русланұлы сияқты білімді болып, Қазақстанның 100 есімі қатарына кірем деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Ich wünsche dir viel Glück. Te deseo mucha suerte. Желаю тебе удачи. Полиглот деп көп тілді меңгерген адамды айтамыз. Тарихи деректерге сүйенсек, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әбу Насыр Әл-Фараби 70-тен астам тілді меңгерген екен. Сәлеметсіздер ме? Мен Сағынған Жақсылық. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Атамекен ауылындағы Серік Төлебекұлы Елгезек атындағы негізгі орта мектептің 5-ші сынып оқушысымын.